Абылайдың әкесі Әбілфайыз 18 ғасырдың басында Бұхара қаласында хандық құрады. Сол кезде қаланы Иран шахы Нәдір жаулап алады да, Әбілфайызды да тұқымында түгел қырады. Абылай ол кезде 7-8-дегі бала екен, аты Әбілмансұр екен. Осы баланы Әбілфайыздың бір құлы жеміс бауының қалың ішіндегі тандырға тығып, апаттан аман алып қалады. Қара Бұхардың айналасында дейді ертегішілер, биіктігінен адам өрлеп өте алмайтын, аумағына ат шаптырса жете алмайтын, шот шаба алмайтын, балта кесе алмайтын, сүймен тесе алмайтын, тастан қаланған 40 қақпалы қорғаны бар екен. Егер қаланы жау қамап, қақпадан тұрғындар қаша алмаса, жер астымен зыту үшін жасалған жан сезбейтін 70 үңгірі бар екен. Әбілмансұрды жасырған құл жау жалыны бәсеңдеген бір сәтте баланы ертіп үңгірлердің бірімен далаға шығады. Енді қайда бару керек? Құлдың есіне Түркістан қаласында тұрып, қазақ даласына хандық құратын Әбілмәмбет түседі. Ол Әбілфайыздың немере туысы. Құл Әбілмансұрды соған апарады. Қатал хан жетім қалған жас туысын жақын көріп күтудің орнына қасындағы құлына қосып, табанын тасқа тілдіріп, қойын жаяу бақтырады. Ересек болып, есін біле бастаған шақта Әбілмансұр ағасының жалшысы болуға намыстанады да. Өз қорлығыңнан жат қорлығы жақсы деген. Бұдан да бетімізбен қаңғырып, жаттың малын бағайық деп, құлын ертіп кете барады. Олар Шымкент пен Ташкент арасындағы Қазығұрт тауын мекендеген Үйсін руынан шыққан атақты би Төлеге кездеседі де, түйелерін бағады. Жеткіншекке атың кім дегенде, Сабалақ дейді. Қасындағы құлдың баласымын дейді, басқа жөнін айтпайды.